Қайырлы күн, құрметті желі оқырмандары, қымбатты әріптестер. Кеше ғана болып өткен қасиетті мереке Құрбан айт мерекесімен баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Біздің елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты көптеген онлайн шаралар өтіп жатыр. Кездесулер, сұхбаттар, әңгімелер. Сондай кезекті кездесудің бірі бүгін біздің балалар кітапханасының ұйымдастыруымен болып отыр. Әңгімеміздің өзегі ислам діні жайында болмақ, тақырыбы ислам үрдістері деп аталады. Бүгін біздің құрметті қонағымыз, Панфилов ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, өңіріміздің беделді азаматы, мәдениет саласының майталманы Тұрғанов Шәріпхан қажы Нұржанұлы. Басқа да ислам діні жайында айтпақшы болсақ, басқа да барлық дүниежүзілік діндер сияқты ислам дінінің де өзіндік тарихы бар. Ол тарих дүниежүзілік әлем тарихымен ұштасып, жұптасып, сабақтасып жатады. Бірақ ислам дінінің шығу дәуіріне, заман талабына, оны ұстанған халықтардың әдет-ғұрпына, салт-санасына, тұрмыс тіршілігіне байланысты психологиясына, көңіл күйіне қарай өзіндік ерекшеліктерінің бар екенін аңғарғанымыз жөн. Ислам діні дүние жүзіндегі ең беделді, ең кеш шыққан жас дін. Тарихи деректерге, әдеби жәдігерлерге, әдеби аңыздарға сүйенсек, ислам діні Арабиядағы Хиджаз өлкесінің ең ірі қаласы Меккеде пайда болған. Қызыл теңіздің жағалауында Византиядан Африкаға және Үндістанға баратын сауда жолдары болды. Осы жолдардың бойында арабтардың сауда тұрақтары орналасты. Оның ең ірісі Мекке қаласы еді. Көпестер көрші елдерге көптеген жылда бірнеше рет үлкен керуендер жіберіп отырды. Меккенің орталық алаңында Қағба, оның төрінде қасиетті Қаратас тұрды. Айналасында араб тайпалары құдайларының мүсіндері қойып құдайына мінәжат қылды, құлшылық етті. Бұл араб халқының арасында алауыздықты туғызды. Дәл Мекке қаласында ислам діні пайда болды. Оның негізін қалаушы Мекке қаласында дүниеге келген ол кісі 570-38 жылдар аралығында өмір сүрді. Мұхаммед алейхиссалам бір ғана құдіретті Алладан басқа құдай жоқ деп пайымдады. Ал өзін құдайдың өкілі пайғамбармын деді. Ол 600 жылдан бастап арабтарды өзара жалғастыруды доғарып, бір дінді қабылдап, яғни ислам дінін қабылдауға енуге уағыздады. Енді құрметті қонағымызға бергім келіп отыр. Бірден сұраққа көшсек, Шәріпхан қажы Нұржанұлы. Алғашқы сұрағымды қояйын деп отырмыз. Еліміздің қоғамдық өміріндегі ислам діні жайлы айтып өтсеңіз. Өте орынды. Ассалаумағалейкум, мұсылман бауырлар. Баршаңызды жақында өткен Құрбан айт мерекесімен құттықтаймыз. Індетке ұшыратқан осы бір тағдырды Алланың құдіретіменен төмендетіп, елімізге амандық, саулық тілеуді мен сіздерден өтініп сұраймын. Сұрағымыз еркін өмір сүрген халық көшпенді халық болып саналды. Бірақ біздің өмірімізге келген ислам діні жарқын да, мейірімді, қайырымды, өте адамдарға жақын болып келген діндердің біреуі. Дін қабылдауда бізді кейін қабылдады. Қазақстан деген сөзде қазақ халқы, яғни мұсылмандықтар деп айтады. Олай емес. Тылсым дүниеден бері қарай біз білетін, бізден бұрынғы ғасырлардан, ата-бабадан өткен ғасырлардан бастап, ислам діні етек жайған діннің біреуі саналады. Ислам діні негізінен мейірімді, шапағатты сүйеді, қайырымдылықты сүйеді. Бір-біріне мейірім шапағатын төгіп тұруға, отбасылық мейірімді, отбасылық жақсылықты қалайды. Ислам діні басқа діндерге қарағанда асыл дін, қайырымды дін, әрі өте өткір дін болып саналады. Ислам діні ешкімді қорлауға, болмаса жол бермейді. Ислам дінінде өйткені ол келе-келе қазір ғана орын теуіп отыр. Ислам дінінен айырылғаннан кейін, тілден айырылғаннан кейін, діннен айырылғаннан кейін, біз енді әлсіз өзінің діні жоқ, тілі жоқ халыққа айналып кеттік. Бірақ егемендік келгеннен кейін оның тарихы өзгеше, оны өзің бәріңіз білесіздер.
Оның кейін қазіргі кезде ислам дінінің өзі қайта өте етек жайып елімізді біріктіруге әкеліп соғып отырған дін. Жауап алдық деп ойлаймын. Рахмет ағам білімізге. Енді кезекті сұрақты қойғым келіп отыр сізге. Ислам дінін енді бейбітшілік бастауындағы дін деп жатамыз. Сол туралы не айтасыз? Бейбітшілікті жақтайтын дін еді. Иә, мен жаңа өзім сөзімде айтып өттім ғой. Ислам діні жаңағы әрекеттің бастағаннан бастап бірлік пен ынтымаққа ғана шақыратын дін. Адалдық пен шындыққа, қайырымдылыққа, өзінің жетім жесірін, яғни атасыз, анасыз қалғандарға, я болмаса отбасысыз қалғандарды шеттетпеген, жоқтатпаған дін ол ислам діні. Ислам діні болмаған күннің өзінде мүмкін біз қазақы яғни мемлекет бола тұра ислам еліндегі алғашқы өз дінін қуаттаған елге айналмаған болар едік. Өйткені ислам діні бәріне бірдей кеңдікті, бостандықты, жақсылықты берген дін болып саналады. Дұрыс айтасыз. Енді әзір барлығымызға белгілі, өкінішке орай осы ислам дінімен жағаласып деп айтамыз ба, қалай деп айтсақ болады екен, көптеген діни теріс ағымдар қаптап кетті. Ол біздің елімізде де бар, жоққа шығармаймыз. Осы ағымдар жайлы айтып берсеңіз. Әрине, ағымдар ол бүгінгі пайда болған дүние емес қой. Ағымдар көптен бері өзінің айтқанын орындап, көп жастарымызды жолдан шығарып, көп жастарымызды қарама-қарсылық қойып, қарама-қарсылыққа үйретіп, өз отанын, яғни өз елін сүймеуге, некесін бұзуға, ажырасуға әкеліп отқан дін екен. Осылардың анық байқауға болады. Өйткені біз қазір көп жастарымыз өзінің бағытынан өзгеріп, өзге бағытты алып жатыр. Шетелге кету, өз елі тұрғанда, басқа жақта білім қуалап кетіп, білімді сылтау етеді. Бірақ сол жаққа барып, аса ислам дінін қуаттап келіп отырғандар аз. Олар басқа дінге, шоқындылыққа, басқа дінге қарай кетіп отқаны айдан анық. Енді еліміз қараптан қарап отырған жоқ, әртүрлі шараларды қолданып, әртүрлі кездесулерді өткізіп, әртүрлі жаңағы жастарды ортаға баулу жағдайда еліне қайтадан келтіруге мүмкіндік туғаны рас. Тіпті көп атаны зарлап жылағанын мен өз көзіммен көргенмін. Қызы да басқа дінді қабылдап, ұлы да басқа дінді қабылдап, өзінің ата-анасын тастап, баласын тастап кетіп жатқандар аз болған жоқ. Енді қазіргі заманда дәл осы күні біздің олдай жағдайды, енді олдай өзгерістерді байқау мүмкін емес. Өйткені түсінген сияқты. Мешіттерге қарасаңыз, өңкей кілең жастар отыр. Ойлаңызшы, қуантарлық жағдай, өте қуантарлық жағдай. Керісінше, үлкендеріміз керісінше азайып баратқанда мешітке баруды, ал жастарымыз олар толықтырып отыр. Қалай бару керек мешітке, қалай кіру керек, бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді неден бастап айту керек, қай жерде, осының бәрін жастарымыз еріксіз баулап, өздеріне жақын тартып кеткен жағдай бар. Лайым солай болуға, шапқаны жанығы. Енді қазір өзіміздің еліміздің бүткіл әлемде осы бір аты жаман індет келіп, барлығымыздың адамдардың көңіл күйге түсіп, кішкене бір қиын жағдайда тұрған жағдайымыз бар. Оның бәріміз де біліп те, сезініп те, көріп те жатырмыз, өкінішке орай. Енді ауру айтып келмейді дейді ғой. Осы дәл қазір уақытта індет кезінде діннің атқарып жатқан, ислам діннің атқарып жатқан рөлі жайында айтып кетсеңіз. Қандай бір шаралар өткізіп? Енді ислам дінінен қажылыққа 2 мәрте бардым, өзің білесің. Осы ауданда жүріп, осы мәдениетін басқара жүріп, істей жүріп, 2 мәрте мен қажылыққа бардым дегенде, барып келдім, қажымын, былай айтқанда, елім Алланың жаңа пайғамбарлар жүрген жерлерді көріп, солардың ішкен зәм-зәм суынан ішіп, содан қайтып келсең жастар арасында жаңа өзінің білгенімді дәріптеп, үгіттеп, насихаттап жүрген жанның біреуін. Өкінішке орай менің айтатыным, қазіргі жағдайда халықтың тілеуін тілеу үшін біз мешіттерге ашық болу керек деп ойлаймын. Дәл осы кезде. Өйткені базар емес, келіп барып қана шығып кететін. Ол енді үкіметтің халыққа жасап отырған мейірімділігі шығар. Індеттен аман алып қалудың жолдары шығар. Өйткені кез келген адам түсіне бермейді, кез келген адамға мән бере бермейді. Олар өз қамын ойлайды. Бірақ біздің басқарып отырған елімізде басқа азаматтардың көкейкесті мәселесі ол басқаша. Өйткені ел аман болса екен, болашағымыз аман болса екен дейді. Көп адам түсінбей кетіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан ауруды жұқтыру,
өзіне кесел іздеп бару, жағажайларда адамдар бармайтын жерлерге кетіп, өз мейілділікке, өзінің жаңағы мен білемін деген көкірегімен кетіп жатқандар көп. Сақтану шаралары тіпті қолдан келетін ауызға перде тағу, я болмаса қолды жуып шаю мәселесі. Дегенменен осы аурудың өзі біздің халқымызға көп нәрсені үйретті десе мен ешкім қателестірмейді. Қай уақытта келу керек, қалай келу керек, кімге қалай амандасу керек, кімнің хал жағдайын білу керек, я болмаса қолды қалай олармен амандасуда тәртіп сақтау керек екенін енді үйренген сияқтымыз біз. Сондықтан бұл індетте аз қалды ғой. Бұл да аяқталар. Елімізге тілейтінім тек қана амандық, саулық, талай азаматтарымыздан айырылдық десек те болады. Оны енді Алланың құдіреті деп айтамын мен. Басқа жақтан келген нәрсе емес. Сондықтан бұл індеттің де өзінің шегі болады. Әр нәрсенің шегі болады, шектеуі болады деген сөз. Сондықтан оны шектеуге, оны жаңағы болдырмауға мүмкіндік болар еді. Біз бұдан да артық бірлікте, бұдан да артық біріне бір сыйластықта болсақ, қолдауда болсақ, үкіметіміздің айтқан заңы ма, болмаса тапсырмасын осыны орындасақ, отбасын отырғанда да бізге індет анша тереңдеп кетпесе демекші. Дұрыс айтасыз. Сіздің ойыңызша мешіттер дәл қазіргі уақытта жұмыс істесе дейсіз ғой? Мешітке барған өйткені мешітке барғанда оған бір ой түседі. Қалай оған ол сайрандап кіріп кетпейді мешіттің ішіне. Өйткені мешіт ол Алланың үйі дейміз, оған ой түседі. Неге келдім мен мешітке? Не себептен мен мешітте отырмын деген сияқты. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш, жаратқан ел мына індетіңді тоқтатуға мүмкіндік болсын деген көкірегіне бір сара жол шықса, ол елімізге бір керемет пайда көмек болар еді. Өйткені көп тілеуі көл дейді. Сол көлдей болып бірігіп бірлікте соның бар мүмкіндігін туғызатын халықтың өзі демекші. Сондықтан еліміздің амандығын кез келген азамат неғу керек? Тілеу керек. Дұрыс айтасыз аға. Енді мынандай бір сұрақ туындап тұр екен, енді осы ислам дініне байланысты тікелей байланысты біздің өзіміздің мұсылман қауымының екі үлкен мерекесі бар ғой аға. Ораза айт мерекесі, сонан Құрбан айт күні кені кеше ғана біз осыны атап өткен Құрбан айт мерекесі. Осы айт мерекелері жайлы айтып өтсеңіз. Әрине, қазақ халқының тарихында, жалпы мұсылмандар тарихында екі үлкен мерекені өзіңіз айтып отырсыз. Бұл мереке ораза айт мерекесі, Құрбан айт мерекесі. Құрбан айт мерекесі тылсым заманнан бері қалыптасқан дүние. Өйткені Ибрахим пайғамбар өзінің Алладан сұрап алған жалғыз ұлына, ол кісіге жаңағы түседі ғой Ибрахим пайғамбар, балаңызды құрбандыққа шалыңыз деп. Жалғыздың қиын өте қиын болады дағы, бірақ Алланың айтқанынан тыс кете алмай, сондықтан баласын, жалғыз баласын киіндіріп, жаңағы алып баратын жерге, құрбандық шалатын жерге алып барып, жатқызып, Алланың үкімі бұл, мен оған көнуім керек деп, бала қарсы келмейді, анасы да қарсы келмейді. Өйткені жаңағы біздің қазіргі кезде кейбір аналарымыз айғай-шу шығарып, көп нәрсе айтып тастаған болар еді. Бірақ ол кездегі дін, исламның жаңағы құдіреті, түсінігі солай болып, баласына келісім береді. Сонда жаңағы шын ықыласпенен мойнын созып, соның жаңағы бауыздауына, құрбандыққа шалуға келіскен бала жатқан кезде Алланың үкімімен оның орнына мал түседі. Көкқошқар деп атайды. Міне сол көкқошқарды баласының орнына түскеннен кейін соны бауыздап халыққа таратып, ол негізінде құрбандық шалудың шарты ол халыққа, шоқ-жітіктерге, болмаса өз бір тойып жеу мақсат емес. Төңірегіндегі адамдарға қайырымдылық етудің жолдары, қайырымдылықтың үлкен бір жол болып саналады. Әйтпесе өзінің балалары бар, өзінің туыс-туғандары бар, өзінің жақындары бар, ішіп жеп отыра берер еді, бірақ құрбандықтың етінен ауыз тисін деп, алыстағы құда жекжатына, жора жолдастарына сақтап қойып беріп отырған осындай болып саналады. Құрбан айттың негізгі мақсаты ол бірлік. Адамдарды бірлікке шақыру, ынтымаққа шақыру, бірін-бірі кешіру, араларында кішкене кикілжің болса, ол күні қол құшақтасып, қол алысып, бірін-бірі кешіріп отырған. Кешірім айы болып саналады. Құрбандық айы ең жақынын алыстатпайтын, алысынан жақыннан тереңге алысқа кетпейтін ең бір ынтымақты күндердің біреуі болып саналады. Құрбан айттың малы, сойылатын малы, ол таза болу керек. Енді өтіп кетті ғой, халқымыз құрбандық шалған шығар. Сонда мен айтайын дегенім, ол бағылған болу керек, ол жаңағы күтімде болу керек. Сондықтан денесі толық күтім болу керек. Еш жері ақсақ-тоқсақ емес, ұрланған емес, бөрленген емес, таза өзінің адал еңбегінен келген сол бір малды құрбандыққа шалуды
мақсат еткен халқымыз. Сол мақсатына жетіп, күні бүгінге дейін тылсым заманнан дәл бүгінге дейін құрбандық шалу жалғасып келеді. Алайым алдағы уақытта да ұрпақтарымыз осыны сақтап, болашаққа да осы құрбандық шалуды, құрбан айтты мерекелесе екен дейді. Мерекелесе екен дейді. Айтқаныңыз келсін жалғасы табады деген сенімдеміз. Енді ислам діні тұрған кезде ол жойылып кететін дәстүр емес, зат емес деп ойлаймын. Өте жақсы сұрақтарымызға жауап беріп жатсыз Шәріпхан Қажы Нұржанұлы. Енді соңға таяп қалды біздің кездесуімізде. Елге, жұртқа деген ақ тілегіңізді айтсаңыз, батаңызды берсеңіз, сізден бата алудың өзі бір ғанибет, еліңіз үшін, жұртыңыз үшін, жастар үшін. Рахмет. Шақырып осындай бір ілтипатқа келтіргендеріңізге, сұхбатқа шақырғандарыңыз үшін көп рахмет. Мәдениетті адам болғандықтан, халықтың сыйлаған адамы шығармыз. Сондықтан менің айтатын тілегім халқыма өте мол. Қазіргі күннің өзінде қай жерде екі адам басы қосылса, Шәріпхан Қажыны шақырып бата алуды әдетке айналдырып келе жатыр. Бата деген ол тұжырымды жүректен шыққан тәтті сөз. Еліміз аман болса екен, жұртымыз аман болса екен, Алла тағала індетті түрлі аурулардан, жұқпалы аурулардан сақтаса екен, Алла тағала өркендетіп өсіріп, жастарымызға қуат, береке, бірлік, ынтымағырыс берсе екен демекшімін. Жастар бар жерде бірлік бар, жастар бар жерде тірлік те болады деген сөз. Сондықтан ислам дінінен алыстамай, осы дінді қуаттап, еліміздің мақсатын, мүддесін арқалаған жастарға тілейтінім, отбасын құрып, отбасын сақтап, бала шағасын өсіріп, ел құрметіне бөленсе екен демекшімін. Алла тағала барша біздің тыңдап отырған тыңдармандарымызға тілейтінім, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік, ынтымағырыс. Алладан не тұрсаң тілесеңіз, сол тілектеріңізді Алла қабыл етсін демекшімін. Алла тағала ерте ме кеш пе өзінің жақсылығын аямайтындығы сөз. Сондықтан амин. Аллахума салли ала Мұхаммед, оғала әли Мұхаммед, камыз Ибрахим, оғала әли Ибрахим. Алла тағала елімізді аман, жұртымызды тыныш қыла көр. Алла тағала індеттен сақтай көр. Алла тағала түрлі қауіп қатерден сақтай көр. Алла жастарымызды өз жолдан тайдырма, адастырма. Алла бергеніңді көпсінбе. Амин. Алла. Рахмет сіздерге. Ал енді Шәріпхан Қажы Нұржанұлы алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп, әңгімені айтып, ислам дінінде біраз деректер беріп, айтып жатсыз. Сондай өте бір керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Барлық тыңдап отырған өзіміздің әріптестеріміз бар, әлеуметтік желі оқырмандар бар. Сіздерге де осы әңгіме өте орынды, ұнады деп ойлаймыз. Сіздерге рахмет, уақытыңызды бөліп келдіңіз. Сізге енді отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жанұяңызға аманшылық, ел жұртымызға аманшылық тілейміз. Індеттен аман есен құтылып, жақсы бейбіт күнде мамыражай өмірде өмір сүргенді Алла нәсіп етсін. Құрметті оқырмандарымыз, сіздерге де көптен көп рахмет. Қолдау көрсетіп отырғандарыңыз үшін, бізді демеп отырғандарыңыз үшін осындай кездесулеріміз әлі жалғасын таба берсін. Аманшылықта жүздескенше. Қош сау болыңыз.